Депиляция да тура сол сияқты. Адам өз-өзіне жасаса, онда проблема жоқ. Ер әйел некелі адам бір-біріне жасаса, ода проблема жоқ. Бірақ әйелдердің әйелдерге, еркектердің еркекке жасауы дұрыс нәрсе емес. Таңғы сәресін ішпей ауыз бекітсе бола ма? Болады. Бірақ пайғамбарымыздың сүннетін бұзған боласыз. Чуть-чуть нехороший істеген боласыз. Бірақ ораза қабыл болады. Сәресіне тұрмаған адамның да ниет айтса оразасы қабыл болып кете береді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді сәресі ішуге шақырды. Жаңа сөздің басында отырып айттық біз, сәресіде береке бар. Біздің үмбеттің, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмбетінің, яғни сіздер мен біздердің басқа пайғамбарлардан ерекшелеп, дараланып тұратын жерлерімізде сәресі болып табылады. Сондықтан сәресіде ішулеріңіз керек. Тойып тұрсаңыз да бір су ішіңіз. Шаш егу харам ба жоқ? Шаш өзі адамның табиғатында бар. Адамның табиғатында бар ғой шаш. Бәріміздің шашымыз бар. Сол шаш болғаны, бұл табиғат. Енді кейін түсіп қалады. Сол түсіп қалғаннан кейін елдің бәрі мазақтап, тақырбас, Котовский бәрі құрыпты деп, достарың бәрі ана әйелің миын жеп қойды, сол үшін шашым түсіп қалды деп, дей берсе өзіңізден қайсысын тастасаңыз болады. Бірақ шашты қойып алып, шаштың бәрін егіп алып, бүйтіп, қыздардың бәрін қаратып, әйелдердің бәрін құлатсаң, оны қап-қара қылып бояп алсаң арам болады. Ниетіңе байланысты ғой. Досым кеше пиво ішіп қойыпты, ұстаса бола ма дейді. Ұстай берсін. Аға, еркектерге шаш өсіру күнә болмай ма дейді. Күнә емес. Бірақ өйтіп айтсақ, бүкіл еркектер шаш өсіріп, содан тоқал алып, бәрі құтырып кетіп жатыр ғой. Өткенде Америка Құрама Штаттарында сол жақта тұрып жатқан бір отандасымызбен сөйлестім. Сөйтсем үлкен кісі екен, 70 алқымдап қалған кісі, Америкадан сол жерден пенсияға шыққан екен. Зейнетке сол жерден шыққан, $7,000-ге жақын пенсия алам дейді, аймай. Сонымен айттым, біздің Қазақстандағы аталарға $7,000 пенсия беруге болмайды көбіне дедім. Неге дейді? Біздікілердің бәрі кемпір ауыстырып, тоқал алып кетеді бәрі дедім, $7,000 берсек дедім. Сол сияқты еркектер шаш өсіріп, әдемі болып, құтырып, сол кеткеннен бәрі тоқал іздеп кететін болса, әлбетте жақсы емес. Аға, боянуға бола ма, крем жағуға? Болады, оразаға ешқандай мәселе жоқ. Байқамай кремді жеп қойсаң да ораза бұзылмайды. Өйткені ол тамақ емес. Біздің ханафи мазхабында сондай тұжырым бар. Тамақ, азық нәрсе оразаны бұзады дейді. Басқа нәрсе макрух әдепсіздік дейді. Бірақ десе де енді жақсы нәрсе емес. Крем жаға бересіздер, бетке, қолға, аяққа, денеге, экземаға, қотырға, қышымаға, әдемілікке, для красоты, для нужды кремнің бәрін қолдана бересіз. Қандай крем болса да. Рекем, жауап беріңізші, оразада темекі тартуға бола ма? Қоя алмай тұрмын. Ораза ұстадым, қиын болып тұр. Күндіз шексеңіз, ораза бұзылып кетеді. Кешке ауыз ашқаннан кейін ораза бұзылмайды, ораза ашық. Шеге аласыз. Бірақ соны оразада жеңіңіз. Ол бір жігітсіз ғой. Мынандай бір дүниені тастай салмайсыз ба? Шарақ етіп тастаңыз, ер азамат сияқты. Бұйырса жеңесіз. Алла жәрдем берсін. Ей Құдайым, қолды жай бірінші. Ей Құдайым, осы оразада сен үшін, Құдайым сен үшін темекіні қойсам деп отырмын. Маған жәрдем бер, күш қуат бер деп өзіңізді мотивировать етіңіз. Сол дұға сізге сол жігер береді. Сол дұға сізді алға үкілеп жетектейді. Кімнің қандай күнәсі бар, кімнің қандай қателігі бар, кімнің қоя алмай жүрген дүниесі бар. Я Алла, маған жігер бер, мен қоям осыны деп өзіңді қамшыла. Я Алла, маған жігер бер деп өзің жетектесең, анау атан қазақ аруақ деп шапқандай, Алла деп шапқандай, соны Құдай қалса шауып тастайсың. Не мынандай нәрседен құтыла алмай жүрсің? Одан зор проблема болса не болды? Тастаңыз, ер азаматсыз. Тырнақ боялған болса да ораза бұзыла ма? Жоқ. Тырнағыңыз боялған болса да, тырнағыңыздың бетіне типси жабысса да, тырнақта кутикуласы алынып алынбаған болса да, тырнағыңыз қандай ахуалда болса да, ораза бұзылмайды. Ал ардақты ағайын, сәресінің уақытысы Астана қаласы бойынша шықты. Таң намаздың уақытысы кірді. Сондықтан ниет
қабыл болсын. Бекітетіндер бекітіп үлгеріңіздер. Яғни ниет айта бересіздер. Қазір ниет еттім, я Алла сенің ризалығы үшін Рамазан айының бүгінгі күнін ораза ұстауға, сенің ризалығы үшін ниетімді қабыл қыл дейсіз, болды. Бізге салтқа айландырған әумин Аллаху акбар деген қайырма бар. Сол қайырманы қосып қойсаңыз жақсы болады. Бірақ негізі айту шарт емес, бірақ десе де біздің елімізге салт болған сол үрдіс бар. Сол үрдіс бұзылмасын, салтымыз жалғассын. Ниеттеріңіз қабыл болсын, Алла сауаптан жасын. Ауыз бекітуді ерте бекітіп, ауыз бекіту уақыты келгенше қайта шығысше бола ма? Болады. Міне мен қазір бағана сағат 3:30-да бекіткем, енді бекітіп ораза ұстаймын дедім, сол кезде сәресін ішіп алдым, енді су ішіп тұрдым. Енді қазір уақыты кірді, мына суды ішемей қалдым. Болды. Сонда қараңыздаршы. Мына су адал негізі. Мына су адал. Бірақ ораза бекітіп ішсең арам болады. Неге? Кім үшін? Құдай үшін. Сондықтан ораза ұстағандарыңыздың сондай дәрежесі бар. Алла тағала бұл нәрсені менікі деп айтқан сол. Пендемнің мен үшін ұстап осы сәрес ұстап атқан барлықтарыңызға қабыл болсын. Алла сауаптан жазсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Ғазадағы мұсылмандарға Құдайым жеңілдік берсін. Рахинжа мұсылмандарына Құдай шипа берсін, жеңілдік берсін, ахуалдарына жеңілдік берсін. Біздің елімізде де ақысы тапталғандар болса, Алла оларға жеңілдік берсін. Қандай да бір себептерменен құлшылығын жасай алмай жүргендерге Алла тура жол берсін. Ауру сырқауларға ораза ұстасам деп армандап жатып, оразаға жетейінші деп тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Алла қабыл қылды. Құдай жақсы көреді екен. Екі адамның біреуі ерте қайтыс болып, біреуі кейін қайтыс болып, кейінгі қайтыс болғанның дәрежесі жоғарырақ болғанда, пайғамбарымыздың хадисіне келеді. Бұл неге бұның дәрежесі жоғары дегенде, 1 жыл ораза ұстады деген екен. Осы 1 жыл сіздің шансыңыз, 1 жыл сіздің мүмкіндігіңіз, 1 жыл сіздің түзелетін мүддетіңіз, 1 жыл осы сіздің жаманшылықты тастап жақсылыққа қайылатын сәтіңіз. Сондықтан осыны өткізіп алмауға тырысыңыздар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла сауаптан жассын.